Небәрі 3-ақ затпен осындай бауырсақ жасауға болатынын білесіз бе? Аяқ асты асығыста үйіңізге біреу келіп қалған жағдайда өте керемет болып шығады. Дәмі деген тәп-тәтті, өзі жып-жұмсақ. Ол үшін бізге қажет заты тек қана 3-ақ зат қажет. Үйіңізде ашыған қатық, яғни айран болса тастауға асықпаңыз, ол қажет болады. Ең бірінші ыдысымызға осылай айранымызды құйып аламыз. Менде жартысынан аз ғана айран болды, соның өзінен шамалы шықты. Жарты қасық пищевой сода саламыз, сол кезде екеуінде реакция болып, міне осылай көпіріп шығады. Содан кішкене бір қасық тұз саламыз, болды, араластырамыз, үстінен ұн салып, жақсылап илеп аламыз. Қыздар, байқасаңыздар, ешқандай ашытқы, жұмыртқа немесе майонез, қаймақ, май деген қосқан жоқпын. Соның өзінен де солай жасалған бауырсақтан кем шықпайды. Иіні қанғанша 10 минутқа бетін жауып қойып қойыңыздар. Сонда иіні қанып, қамырымыз жұмсақ, әдемі болып шығады. Қолға жабыспайды. Дайын болған қамырымызды аламыз, кәдімгі бауырсақ сияқты жайып шығамыз. Бәрі оп-оңай, тіпті уақыт талап етпейді. Бәрі видеода көріп тұрғаныңыздай, барлығы оп-оңай жасалынады. Осылайынан домалатып жайып алып, өзіңіз қалаған пішінге кесіп алсаңыз болады, 4 бұрышты немесе домалақ. Мен әрдайым домалақ етіп жасаймын бауырсақтарды, маған солай ұнайды. Мен домалақ етіп барлығын кесіп алдым. Қыздар, бұл негізі таптырмас идея. Білмейтіндей қыздар бар шығар деп ойлаймын. Осылай жасасаңыз дәмді болып шығады бауырсағыңыз. Және де қалып қойғаннан кейін пакетке салып қойсаңыз, суыған соң ертесіне де жұмсақ болып тұрады. Прямо свежий, бүгін піскен сияқты болып. Тағы да 5 минутқа осылай қалдырып, 5 минуттан кейін қызып тұрған майымызға әрқайсысын жеке-жеке аударып пісіріп шығамыз. Қараңыздаршы, қалай томпайып, доп-домалақ болып пісіп жатыр. Ішінде де даже қамыр жабысып қалған бір-біріне жоқ. Іші деген доп-домалақ, ашық болып піскен, өзі жұп-жұмсақ. Міне мына жерде сіздерге кесіп көрсетемін. Міне қарап тұрсаңыздар, барлығы видеода түсінікті. Осы кезде өте ыстық болып тұр маған. Міне қыздар, оп-оңай жасалу жолы айтқанымдай-ақ сіздер де жасап көріңіздер, маған тіркелуді ұмытпаңыздар.